Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, әрқайсымызда бір сыр бар, біреуге айтамыз, біреуге айтпаймыз. Біраз уақыт бұрын Аман тасыған талқылайық бағдарламасында Тұрсынбек Қабатовтан сұхбат алып, дәл осы интервьюда әйгілі әзілкештің ішкі сырларына қанық болдық. Ол Есен Елеукен мен екеуінің арасындағы кикілжің еді. Сұхбат барысына назар аударайық. Бір арнада екі лига. Қаншалықты логикаға сияды? Бұл сұрақ Қабатовқа қалай әсер етті? Оны дене қимылдарынан байқап көрелік. Менің ойымша, бір арнада екі лиганың жалпы болғаны көп деп отырсың ғой сен. Мен мысалы сіздің КТА лигаңыз хабар арнасында немесе өзге бір арнада шығып жатса, мен құптар едім. Бірақ енді бір арнада екі лиганың болуы Көп. Бұл енді ұзақ әңгіме ол. Неге бұл бір арнада екі КВН-нің жүргені. Сондықтан да ол туралы басқа бағдарлама жасармыз. Қысқартып көрейікші. Неге ол? Неге? Жұрттың көкейіндегі сұрағы осы. Неге болғанда енді? Енді мен түсінемін. Жайдарман ұлттық арнада ежелден келе жатыр. Сіз бір атқа мінгескендей болдыңыз. Осы сұрақты маған көп қояды. Жалпы Терең демалу, еріннің кезеруі, кібіртіктеу, мұның бәрі көңілдегі жайсыздықты білдіреді. Адам стресске түссе, өкпеде ауа жетіспей қалады. Оның орнын толтыру үшін терең демалуға мәжбүр болады. Өйткені көптің көкейіндегі сұрақ. Мен өзім жалпы бұрыннан да армандағам. Жалпы осындай КВН ашу, өзім КВН-шікпін ғой енді. Өзім арманым болып баяғыдан. Спортсмен болса бәрібір спортқа қарай бұрып тұрады. Қанша жерден басшысы болсын, қанша жерден тағы бірдеңе болсын. Бір адам әнші болса, ол қанша жерде финансист болсын, қанша жерден тағы бірдеңе болса да, бәрібір түбі бір жерде барып ән айтқысы келіп сөйтіп Қолдайды. Бұл жерде тақырыпты басқа арнаға бұру, философиялық ойлар арқылы жауап беру, жауаптан қашқанын білдіреді. Бірақ қазіргі таңда мен өзім Қазақстан ұлттық арнасының жалпы сол каналда жүргеннен кейін, енді қазір мен бір бағдарламам ана каналда, бір бағдарламам мына каналда, канал басшылары, сен біздің кетпей-ақ қой, хабарға тағы басқа жаққа қарай, сен біздің лицомызсың ғой деген сияқты жаңағыдай қазір әңгімелер бар ғой қазір. Астананың лицолары 31-ге шықпайды, 31-дің лицолары қазір НТК-ға шықпайды, хабардікі, сондай бір қазір өзі бір сондай нелер бар. Бұл Россияда кезінде болған, сол біздің Қазақстанда да бар. Өйткені әркім өзінің қазір өзінің жасаған продуктісімен одан ары қарай жалғастырғысы келді. Содан кейін сөйтіп біздің арнада ашыла берсін, екі бағдарламаның жалпы болған артық етпейді, осылай дегеннен кейін барып, жалпы біз басында КТА деп 14 командадан бастағанбыз ғой, 14 командадан бастап көрдік. Жай жаңағыдай бір комедия клабтың стилінде секілді, сөйтіп сондай бір бүйтіп көрейік дейміз. Енді қайдан білейік, 3 жылдың ішінде ол 14-не 100-ден асып кететін команданың саны. Тіпті ойда болған жоқ. Мен құрметтеймін еңбегіңізді, бірақ жігітше айтыңызшы, мінгесіп отырсыз ғой. Мінгесіп? Иә. Жоқ, мен мінгесіп отқан жоқпын. Жоқ, етіп жатқан еңбегіңіз жақсы. Декорация ауысты. Талантты балалар келіп жатыр. Бірақ бір аттың арқасына барып мінгестіңіз. Бұл айттым ғой, бұл бөлек бағдарлама жасау керек. Бұл жаңағы, өйткені бұл жерде Есен екеуміздің арамызда жалпы 2005-тен бастап келе жатырған түсінбеушілік бар. Ол неден басталды? Есен өзі де біледі, Есеннің өзін айтпай жүргенінде сол, үндемей жүргенінде сол. Мен өзім спокойно бұл КТА-мен айналысып отырғанымда сол. Яғни Есен Елеукен кінәлі ме? Жоқ, ол несіне кінәлі ол? Бұл айттым ғой, бұл жерде деген, бұл изначально баяғана бразильский кинодағы секілді, бұл жерде бір басқаша бір әңгіме бар. Сондықтан да ол не әңгіме? Бұл әңгіме енді бұл балалықтың әңгімесі, бұл шалалықтың әңгімесі. Бұл жерде Есеннің ешқандай бұл жерде қатысы жоқ. Есен Елеукеннің қатысы жоқ. Бірақ кімнің қатысы бар? Біз мынандай болды, кезінде Алматай апай жалпы осы КВН-ді бастады. Аман тасыған жауап алу үшін 9 сұрақ 2 әдіс қолданған екен. Ол тақырыпты дамытып отыру, сұраққа қайта оралу. Осы 2 әдіс арқылы Тұрсынбек Қабатовты тығырыққа тіреп, жауап бермеуге басқа амал қалдырмады. Бір арнада
екі лига қаншалықты логикаға сияды. Мен мысалы сіздің КТА лигаңыз хабар арнасында немесе өзге бір арнада шығып жатса, мен құптар едім. Бірақ енді бір арнада екі лиганың болуы көп. Қысқартып көрейікші, неге ол? Неге? Жұрттың көкейіндегі сұрақ осы. Неге болғанда енді Енді мен түсінемін, Жайдарман ұлттық арнада ежелден келе жатыр. Сіз бір атқа мінгескендей болдыңыз. Өйткені көптің көкейіндегі сұрақ. Мен құрметтеймін еңбегіңізді, бірақ жігітше айтыңызшы, мінгесіп отырсыз ғой. Жоқ, етіп жатқан еңбегіңіз жақсы, декорация ауысты, талантты балалар келіп жатыр. Бірақ бір аттың арқасына барып мінгестіңіз. Ол неден басталды? Яғни Есенелукен кінәлі ме? Ол не әңгіме? Есенелукеннің қатысы жоқ, бірақ кімнің қатысы бар? Бұл жерде журналист жоспарды дұрыс құрса, кез келген сұраққа жауап алуға болатынын көруге болады. Рас, бұл жерде келесі сұраққа көшіңіз деп агрессивті түрде жауап берсе болар еді. Бірақ журналистің сауаттылық арқасында халықтың ақпаратқа қанықты. Бұл видео арқылы біреуді қаралап күйе жағу емес, тек сұраққа жауап алудың тәсілдерін көрсеткім келді. Ақпарат ұнаса лайк басыңыз, каналға жазылыңыз.